саламатсыздар ма? 6-ncı тігін курсына қош келдіңіздер. Менің есімім Тастанова Гүлжан. Осы 14 жасымнан бастап осы тігіс тігемін. Клиенттерге, өзіме, бала-шағама жалпы 21 жыл стажым бар. Осы уақытқа дейін мыңдаған көйлектерді тіктім деп айта аламын. Сондықтан біздің 6-ncı тігін курсына қош келдіңіздер. Енді осы курсты бастаған екенсіздер. Ең бірінші керекті құралдар тігінде осы сантиметровый лента. Сантиметровый лента. Бұнымен өлшем аламыз, иә. Кейіннен бізге керекті құрал осындай дүкендерде сатады. Мынандай борлар керек болады. Мына борлар түйрегіштер керек болады. Машина ине, қол инелер. Сосын машинка керек болады. Машинканы алдын ала шамдарын тексеріп, шамдарын тазалап, машина майымен майлап, алдын ала дайындап аласыздар. Осындай ақ қағаз керек. Плакат деп айтамыз, немесе ватман, осындай. Немесе обойдың қалдығы да болады, клеенканың қалдығы да болады. Жалпы ақ қағаз болу керек. Неге газет болмайды? Газетте неше түрлі мәтіндер бар, неше түрлі әріптер бар, сөздер. Сондықтан сіздер ойларыңыз бөлінеді, сол ойыңыз бөлінбеу үшін ақ қағазға сызу керек. Сосын осындай бір дәптер аласыздар, ручка, қалам, осындай бір линейка қажет болады бізге. Егер де сіздер өзім үшін тігемін, өзім үшін үйренемін, өзім үшін көйлек тігіп аламын деп жүретін болсаңыздар, мынандай лекала линейка сіздерге қажет онша болмайды. А егер де осы тігінді кейіннен де өзі осы тігінді клиенттерге де тігем, ателье ашам десеңіздер, осында линейка алсаңыздар, сіздерге сызуға оңай болады. Кейіннен матаны пішетін қайшы, қағаз қырқатын қайшы ол бөлек болады. Мата қырқатын қайшы мен қағаз қырқатын қайшын араластырмаймыз. Сосын сөккенге, жіпті қырққанға осындай тігіншілердің оң қолы деп айтады. Осындай кішкентай қайшы керек болады. Кейіннен түрлі түсті қағаз керек болады сіздерге. Ол не үшін керек десеңіздер, келесі сабақтар, алдағы өтетін сабақтарда соның бәрін қолданатын боласыздар. Түрлі түсті қағазбен и клеймен жұмыс жасайтын боламыз. Ендігі бізге, ал сіздер дәптерлеріңізді ашыңыздар, дәптерлеріңізді ашып, конспект жазып, өздері бастапқыда тігіншілердің оң қателіктерін жазып алыңыздар. Бізге ол оң қателік не үшін керек? Алғашқы кезде, қиналған кезде, осы оң қателіктерді сақтап отырсаңыздар, бұл тігінге деген махаббаттарыңыз өшіп кетпейді. Біріншіден, бірінші қателігі жазыңыздар. Бірінші қателігі ол асығу. Өлшем алғанда да, сызғанда да, пішкенде де асықпау керек. Бәрін жақсылап есептеп, дұрыс өлшем алып, соның бәрін қадағайлап, қайта-қайта өлшеп, соны нақтылап алғаннан кейін барып сызбасын сызамыз. Сол кезде бірақ примеркамен, осы мен беретін оңай ғана методикамен, бірақ қана примерка жасайсыздар, бір рет көресіздер, плюс-минустарын кетіресіздер, болды, уже көйлектеріңіз ары қарай дайын болады. Басқа ательеларда, білмеймін енді, кейбіреулер 2-3 примерка жасайды, сіздер олай бас қатырмайсыздар. Нақты осы мен қалай айтқан болсам, солай дұрыс өлшем албасаңыздар, менің айтқанымды бірге-бір жасайтын болсаңыздар, бірақ примерка жасайсыздар, кейде жасамас, кейінен уже тіккен сайын жасамасаңыздар да болады. Екінші қателік, өлшем алмай сызбаны сызу. Өлшем алмай сызбаны сызатын болсаңыздар, ол дұрыс болмай қалады. Одан кейін ол
қайтадан примерка жасайсыздар, қайтадан примерка жасайсыздар, ол кең болып қалуы да мүмкін, тар болып қалуы да мүмкін. Сондықтан біріншіден ең бастысы, кейіннен сіздерге туысқандарыңыз келеді ғой, ой, 48-ші размермен піше берші деп айтса, олай жасамаңыздар. Біріншіден ең бастысы дұрыс өлшем алып аласыздар. Себебі кейбір адамдардың көкірек жағы 48-ші размер болуы мүмкін, бөксе жағынан ол 50-52-ші размер болуы мүмкін. Сондықтан біріншіден ең бастысы өлшем алып аламыз. Сосын үшінші қателік, осындай журналдарда, жалпы бұл менің өзі ойым, сосын менің өзі идеалым Анастасия Карфиати. Танитын болсаңыздар ол дизайнерді, оның да ойы солай, ол да неше түрлі кітаптерде жазған. Мынандай дайын сызбамен, мысалы үшін қараңыздар, осындай дайын сызбалармен сіздер мына жерден өзің сызбаңызды тауып аласыз, оған бір күн кетеді. Одан кейін оны сызасыздар, пішесіздер, тігесіздер. Ол сізге тура келе ма? 2-3 күн уақытыңызды кетіресіздер дағыны. Уақытыңыз кетіп қалады құрбекерге. Сосын тағы да 2-3 примерка жасап, подгонка жасайсыздар. Одан көрі біздің алтын жіптігін курсына нақты оқып алып, осындай бірақ сызбаны сызасыздар өздеріңізге. Сосын ол сызбаны мен сіздерге кейінгі келесі сабақтарда ол сызбаны қолдануды. Бірақ сызбамен сіздер неше түрлі 10-даған, 20-даған, 1000-даған көйлектерді өзіңізге тігіп алсаңыз да болады. Өзіңізге ғана. Өзіңіз сызбаңыз өзіңізге ғана болады. Сосын төртінші қателік, менің қолымнан келмейді деп айту. Кез келген адамның қолынан келеді. Керемет көйлектерді тігіп алатын адамдар, ол да сіз сияқты адам. 2 қолы бар, 2 аяғы бар, дәл сондай басы бар адам. Сондықтан адам істегенді адам істейді деп, қиыншылықтардан қорықпай, ары қарай сызбаны сызып, пішіп тігетін боламыз. 5-ші қателік, мысалы сіз бір көйлекті тігіп жатсыз, сізде қате болып қалды. Ол қателікті сіз қайтадан сөгіп, қайтадан жасамаңыз. Матаны біріншіден қинап қоясыздар. Өзің қателігімен жұмыс жасамау деп айтылады. Өмірде мысалы үшін өзің қателігімен өзіңе ол сабақ болады. Тігінде ол қатеге саналады. Мысалы үшін сіз қате жасап қойдыңыз ба? Неге мына жерде мен қате жасап қойдым деп, қазір интернет дамыған заман болғандықтан ютубтан, инстаграмнан, немесе өзіңіздің мұғаліміңізден сұрасаңыз болады. Маған кез келген кезде, осы курс бітсе де, кейіннен хабарласа берсеңіз болады. Қазір бізде онлайн қыздар бар. Онлайн қыздар, олар курс біткеннен кейін де, сабақ біткеннен кейін де, олар хабарласа береді. Апай, мен осында көйлек пішіп жатыр едім, маған осы жерде мынандай кеңес беріп жібересіз бе, мына жерде мынандай болмай жатыр деп сұрайды. Сіздер де келесі алдағы уақытта осындай сұрақтармен маған келсеңіздер болады. Мен міндетті түрде сіздерге жауап беремін. Сосын айтып жатырмын, осындай өзінің қателігімен жұмыс жасамаймыз. Апайынан немесе интернеттен білім ізденіп, сосын дұрыс сапалы тігуді үйренеміз. 6-ші қателік, ол дайындалмаған матада пішу. Матаны алдын ала жуып, шайып, немесе үтіктеп, пармен соны дайындап аласыздар. Сосын шеттері, кромка деп аталады, шеттерін қырқып аласыздар. Неге деген сұрақ туындаса сізде, мысалы үшін ең оңай штапель деген матаны алайық. Штапель деген матаны, мысалы үшін сіз базардан сатып алдыңыз көйлекті сатып алғаннан кейін бір жуған кезде ол 10 сантиметр немесе 5 сантиметр қысқарады. Бір размер кішірейеді, ұзындығы да қысқарады. Штапель деген. Ал штапельге ұқсасты маталар өте көп. Жуған кезде деформация болады. Яғни ол өзгереді, қысқарады, кішірейеді. Сондықтан сіз дайындалмаған матада пішетін болсаңызда,
ол мата қысқарады. Сіз өзіңізге тіккен болсаңыз, жұп болғаннан кейін, үтіктеп болғаннан кейін ол сізге келмей қалуы да мүмкін. Сондықтан не істейміз? Матаны алдын ала дайындаймыз. Декотировка деп айтады оны орысшада. Сосын 7-ші қателікте осылай бола береді. Тігу барысында қыздар, осы бізде курста оқитын қыздар айтады: апай, осылай бола берсінші дейді да. Жоқ, олай болмайды. Егер де осылай сіздер қателік жасап, осылай бола береді деп тіге берсеңіздер, сапаға келмейміз, сапалы тікпейтін боламыз. Сондықтан қайтадан бастап сапалы тігуді үйренеміз. 8-ші қателік қиын маталардан үйрену. Қиын маталарға қандай маталар жатады? Мысалы, велюр, тасы бар, неше түрлі тасы бар, бисері бар, моншақтары бар, шифон деген маталар бар, сондай матадан бастап үйрену ол қателікке жатады. Сіздер бірден 10-шы этажға шығамайсыздар ғой. Жаймен 1-ші этаж, 2-ші этаж, 3-ші этаж, сол сияқты ең алғашқыда оңай маталардан бастаймыз. Сухой мата деп аталады оны орысша. Жалпы мен өзім орыс тілінде оқыған, бірақ сіздерде қазақ тілінде түсіндіретін болам. Жалпы курстың бәрі, терминдің бәрі орысша болады, бірақ ол сіздерге үлкен плюс деп айтуға болады. Неге? Себебі интернет, ютубымыз, инстаграмымыз бәрі қазір өте орысша информация өте көп, тігін жайлы орысша информация көп. Сіз осы терминдардың бәрін үйреніп алсаңыздар, кез келген фасонды, мысалы үшін Pinterest программада көрсеңіздер, былай тұрады: бір әдемі бір көйлек тұрады, қасында бір әдемі бір лекала тұрады. Сіздер осы курсты оқысаңыздар, жалпы сол сызбадан суреттегі тұрған сызбаға келудің жолдарын, сол жолды үйреніп аласыздар. Сосын, қиын маталардан үйренбейміз, 9-ші қателік дайындалмаған машинада тігу. Машинаны тігер кезде дайындап аламыз, инесін ауыстырамыз, бәрін жалпы бір черновик матаны алып аламыз ғой, бір қиқымды, сонымен тігіп көреміз. Майляймыз деп айттым, шамдарын сүртеміз. Егер де өзі черновик матаңызды тігіп жатса, жақсы тігіп жатса, кейіннен уже көйлегіңізге кірісе берсеңіздер болады. Сосын 10-ші қателік ол киімді шала қалдырып кету, ол үлкен қателікке жатады. Біріншіден неге? Бәріміз мұсылманбыз, сол біріншіден ол обал болады. Шала қалдырып кету ол обалға жатады. Сосын үй жұмысыңызды шала қалдырып кеткен болмайды ғой. Ол бір жерде жатады, сосын ол тряпка болады. Ол тіктім, қалып кетті демейсіздер, өзіңіз қателіктермен жұмыс жасап, келесі киімдерді өте мынандай сапада тігетін боласыздар. Енді өлшем алуды үйренейік.